Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Ол қабанды жеңу мүмкін емес еді. Ковалев Канеломен жекпе-жек туралы шындықты айтты. Ресейлік нокаутқа түскен еді. Жартылай ауыр салмақта бұрынғы әлем чемпионы ресейлік Сергей Ковалев өзімен жұдырықтасу үшін 2 салмақ жоғары көтерілген мексикалық Сауль Канело Альварестен неге жеңілгенін айтты. Әрине, көбің мені балағаттап ұрсып жатырсыңдар. Мен беріле салдыр ем. Мен де дөрекі жауап қайтара аламын, бірақ жұмсақтау жеткізейін. Маған бәс тігіп пайдаға батам дегендерге айтарым. Канеломен жекпе-жек үшін менің басымдағы жағдаймен, кедергілермен ол қабанды жеңуге қажетті күйге жету мүмкін болмады. Ақша тігіп байып кетем дегендерге обалды болыпты. Не айтам, бұл спортта ештеңе білмейді екенсіңдер. Менде салмақ болған жоқ. Бұл салмаққа ауыртпалықпен ұйқысыз түндер өткізіп жеттім. Әлбетте, бұл қаржылық жағынан ұтымды ұсыныс болғандықтан Канело және оның командасының есебі жақсы еді. Бір дайындық болды, екінші дайындық, одан кейін үшінші. Осылай денсаулық сыр бере бастады. 11-ші раундқа қалай жеткенімді де түсінбедім. 7-ші раундтан кейін ақ жанармай таусыла бастады деді Ковалев Instagram желісінде жариялаған видеода. Қазақ баласы сумодан Жапонияда чемпион атанды. Қазақстандық спортшы Ерсін Балтағұл сумодан жастар арасында Жапония чемпионатында топ жарды. Бұл туралы Қазақ күрес федерациясының бірінші вице-президенті Арман Шораев Facebook парақшасында мәлімдеді. Ерсін Балтағұл соңғы 4 жылын Жапонияда өткізіп, оқып жатыр. Моңғол спортшысы Асашери Акиноридің қол астына өткен Ерсін Балтағұл Жапонияның жастар арасында чемпион атанды. Қызылорда қаласында индор хоккейден жігіттер мен қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты мәресіне жетті. Соңғы айналым ойындарына Алматы қаласы және Алматы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарының командалары қатысты. Жарыс нәтижесінде Қызылорданың Қайсар жігіттер және қыздар командалары жеңімпаз атанды. Қос команда индор хоккейден биыл 5-ші мәрте жеңімпаз тұғырынан көтерілді. Жігіттер арасында Бақытбек Сәрсенбайұлы, Ғалымжан Әлиев, Нұрхан Сансызбаев және Дәулетбек Әлиев жақсы ойын өрнегімен жанкүйер көзіне түсті. Ал қыздар арасында Алиса Чепкасова, Гюзель Бахабадин, Әйгерім Маханова және Гүлнара Иманғалиева өздерінің шеберлік деңгейі жоғары екен тағы бір мәрте дәлелдей түсті. Айта кетейік, 2020 жылдың ақпан айында индор хоккейден әлем чемпионаты өтеді. Соңғы айналым барысында дүбірлі додада ел құрамасы сапында бақ сынайтын ойыншылар құрамы жасақталды. Қазақстан чемпионатында жігіттер арасында Алматы және Батыс Қазақстан облыстарының командалары 2-ші және 3-ші орындарға ие болды. Ал қыздар арасында Алматы және Жамбыл облыстары үздік үштіктен көрінді. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.